Кімнің есінде осыдан 1 жыл бұрын біз салоннан Chevrolet Cobalt машинасын алған болатынбыз. Как раз мен роддомнан босанып келдім. Келген бетте жаңадай саудадан түскен жолдасымның айлығы бар. Одан бөлек жаңа декретке миллион мен шықтым. Соның барлық ақшаларымызды осылай жинақтаған болатынбыз. Қыздар, бет деген ісіп кеткен ғой. Сөйтіп деген жолдасым машинасы как раз БМВ-сі бұзылып жүрген болатын. Сонымен қой салоннан су жаңа машина мінейік деп сөйтіп жолдасымды шығарып салдық. Ақшасын барлығын қолына беріп, мен кішкентайлармен өстіп үйде қалдым. Қыздар, кеше менен бір оқырманым сұрапты, хит копилка деген не деп ше. Хит копилка осындай, қыздар, коробка кәдімгі арнайы 1500-2000 теңге магазинде сатылады. Ішіне айлығыңыздан 10%-ын хотя бы салып отырыңыздар, қыздар. 5000 болсын, 10 000 теңге болсын, сол кезде ақша деген ақшаны шақырады, көбейеді. Осындай Chevrolet Cobalt машинасын алып, жолдасым суреттерін жіберіп жатыр ғой, мә деп ұнатып келгеннен кейін, осылай айдап келгеннен кейін мен ішіне кіріп визуализация жасап, өзімше болып отырмын, сурет видеоға түсіп. Жолдасым айтады, ертең үйленіп алғаннан кейін күшті машинаны саған берем, сен айдайсың деп ше. Мына жерде көрімдіктің барлығын шашып тастағанбыз. Енді бірінші келген кездегі сезім енді керемет. Машинаны бұл кезде мен де жүргізе алмаймын, бірақ енді қызығып жатырмын да. Сөйтіп видео суретке түсіп алдық. Сосын мынандай видеолар шығарғам, өзімше жолдасымның қасында тұрып. Сосын тағы да бір жақсы жаңалықтар болды, қыздар. Мен көреміз бағдарламасын шақырту алдым. Сөйтіп құрбымды шақырып алдым. Ойбай, кірпіктерімді істетіп гүл қылып жібермені деп ше. Сонымен енді бала-шағаның барлығын көрші әпкеме тастап, өзім ұлдананы алдым да, такси жалдадық та. Сөйттік те индрайвермен сразу Алматыға барып, көреміз бағдарламасынан бірақ шықтым ғой. Қыздарымның сурет видеоларын жаңа әпкем жіберіп отыр да, өйстіп жыламай отыр, уайымдама, аман есен барып ке деп ше. Ол кісіге де көп рахмет, Алла разы болсын. Сөйтім де көремізден бірақ шықтым. Осындай орамалымды, көйлектерімді, жакеттерімді прокатқа алдым да. Осындай видеолар, контенттер түсіріп алдым. Бір күннің ішінде, қыздар, барлық шаруаларды бітіріп, сразу ертеңгісін үйге қайтып кеттім. Мына жерде енді Руслан мырза мені шақырып, қолдан енді тәттілер пісіріп келуіміз керек. Мен мына жерден пирог пісіріп келдім. Енді күнделікті яблочный пирог ше, үйде істейміз, кейде балаларға істеп береміз. Алмалар желінбей қалғанда сондай пирогты істеп ұсынған болатынмын. Одан Руслан мырзаға, менің отбасыма жолдаңыз, сәлем жолдаңыз деген болатын. Ата-анасына, бауырларына, өзіне дұғай көреміздің студиясынан сәлем жолдаймыз. Аман болыңыздар. Содан эфирден шықтым да сразу жолға шығып кеттім ғой. Үйге келе сала ертеңгісін почтаға қайтадан өзімнің жұмысыма кірістім. Ол кезде мен тараканның уын хит қылған болатын, қыздар. Менің үйімде таракан сол умен кеткен болатын. Одан енді машина келді ғой, новый машинаны айдау керек, жүргізу керек. Сөйтіп осындай вождениеға жазылдым районда. Ол вождениеде осы водитель мынандай ата екен, шал кісі екен, үлкендеу кісі, осындай уже шаруасы біткен машинамен енді бізге үйретеді. Бұл машина автомат емес екен. Мен автомат деп ойлағам ғой. Соны мен енді ойда жоқ механиканы үйреніп кеткенсің ғой. Ойбай, білмеймін, өмірімде механика айдап көрмегенмін ше. Сонымен үйреттім. Мына кісі енді шамасы келгенше былай айдайсың, бірақ енді бір жолмен айдай береміз. Білмеймін, артқа бүйтіп жүруді, одан бөлек мынандай повороттар бар деп жатырмын ғой. Енді оңға солға бұрылуды сондайды үйретпейсіз ба деп жатырмыз ғой. Өзімше бірінші рет келдік құрым екеуміз ше, үйренуге ше машина. Көп оқырмандарым сұрап жатыр ғой, сіз қалай тез үйреніп кеттіңіз машинаны деп ше. Енді ол әр адамның қызығушылығына байланысты. Есі қызығып айдайтын болсаңыз тез үйреніп кетесіздер. Сөйтіп енді араға 2 ай салғаннан кейін осындай гольф машинасын алдық қой, қыздар. Ойлаңыздаршы, қандай керемет деймін да, барлығы таза еңбектің арқасында, осы үлкен кісілердің батасының, осындай керемет өзімнің қолдаушы оқырмандарымның арқасында осындай дәрежеге жетіп жатқан жайымыз бар. Сөйтіп мына машинаны алып, мына жерде қайным деген номерлерін барлығын қойып жатыр. Сонан алып шықтық та сразу номерлерін қойып алдық қой. Енді кешкісін бізде деген Рудныйдан достарымыз келіп кезек күтіп жатыр. Сол кезекке осы қызыл машинаны жолдасым екеуміз айдап алып келдік. Жолдасым бірінші новый машинаны салоннан жалқа ғой, соғып алсаң, енді құдай сақтасын да, осындай жай машина, простой машинадан үйрен деп сөйтті да. Сонымен енді сөйтіп достарымыз шығып, сөйтіп осы машинаны алып берді енді маған ше, жолдасым. Сөйтіп достарымыз шашуын шашып, ісіне де сыртына да шашуын шашып, бізге де жосты болсын деп отыр ғой. Енді күшті, өзіме ұнады, қып-қызыл, андай женственный машинада. Еще андай орыс әйел айдағаннан кейін андай күшті тап-таза ұстаған ғой. Негізі орыс кісілер негізі таза ұстайды ғой. Ана жерде қызымды ұстатып қойғам құрбыма. Сөйтіп үйге қайттық, ертеңгісін осылай машинаға отырып алып, қыздарымды салып алып, садигіне алып келдім, қыздар. Ешқандай да қиындығы жоқ. Арасында жолдасым үйретті машинаны. Енді одан бөлек енді білесіздер ғой, ер адамдар нервный болады. Сонымен құрбыма подпросить еткен болатын. Құрбым деген бір аптада үйретіп, артқа беруді, алдыға жүру, поворот деген секілді да. Содан кейін өзімде ынтам болғаннан кейін тез үйреніп алдым ғой. Сөйтіп үйреніп кеттім. Енді рахат болды. Бір жерге баратын болсам ешкімге жалынбаймын, жолдасыма да айтып отырмаймын. Өзім машинаға мініп аламын да, өстіп қыздарымды садикке апарамын. Одан бөлек доставкалармен жүремін, жұмыстарымды бітіремін. Негізі машинаны әйел адамдар үйренгені дұрыс, қыздар. Любой момент, мысалы, жағдай баратын
баратын жерің болып қалады деген секілді ғой. Такси күтіп жаңбырлы қарлы кездерде суыққа тоңып тұрмайсың, өзің машинаның қыздырасың да кете бересің. Сөйтіп мінекей мына жерде садиктен қыздарымды алып үйге қарай қайтып бара жатырмын. Үйге қалдыратын, кішкентайымды қалдыратын адам жоқ. Сонымен қызымды деген астына отырғызып қойдым, өйстіп астына жып жылы көрпені төсеттім деп. Өйткенде осы видеомды мен ютубқа салсам әйтеуір мынау керемет бір лайфхак екен, бізде де кішкентайымызды алып шыққан кезде қайда отырғызатынымызды білмейміз, осы жерге отырғызып қойсақ болады ғой деп ше. Тегін лайфхак сіздерге қыздар. Сөйтіп мінекей қыздарымды алып үйге осылай келдім. Аман есен қыздар. Көрдіңіздер ма? Еңбектенсеңіздер қыздар, осылай влогты жүргізсеңіздер, Инстаграм болсын, TikTok болсын, кішігірім енді табыс көзі болады қыздар. Сондықтан үнемі сіздерге айтамын ғой, үйде құр босқа отырмаңыздар, айналысыңыздар. Қандай да бизнес болсын, сауда болсын, осындай блогерлік болсын қыздар, жай-жайдан осылай үйренесіңдер деп ше. Бұрын мен көп армандаушы едім, осындай жаңбырлы күнде өйстіп машинамен жүрсем ғой, музыканы айғайлатып қойып деп ше. Мінекей сол арманыма жетіп жатырмын.